Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақстан тарихынан мынадай мәселелер бар. Мысалы, біздің заманымыздан бұрынғы, біздің заманымыз дегенде, қазіргі күнтізбе қандай, одан кейін ғасырды жылға айналдыру, жылды ғасырға айналдыру деген сияқты мәселелер әлі күнге дейін кейбір оқушыларға түсініксіз. Сол себепті мен бүгінгі видеомда осылар туралы түсіндіріп кетуге тырысамын. Жақсы, сәттілік, кетік бастайық. Сонымен бірінші, адам уақыт кеңістікті, жалпы уақытты біз бір бағдар бойында алатын болсақ, қазір примерно біз мына жердеміз де, 21 ғасыр, алдыға жылжудамыз, уақыт бір орында тұрмайды. И осы уақытты біз екі кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезең, мысалы, біздің заманымыз деп аталса, екінші кезең біздің заманымыздан бұрынғы кезең деп аталады. Бұл қалай пайда болды? Бұның тарихы неде? Не себепті бұлай бөлді? Бұған себепші ол батыс тарихы, батыс мәдениеті дейміз, христиан дініне байланысты осындай тұжырымдама қалыптасқан. Христиан дінінің тұжырымдамасының бойынша, мысалы, Иса пайғамбар дүниеге келіп, сол кезеңнен бастап біздің заманымыз, біздің дәуіріміз басталған екен. Түсінікті ғой? Иса дүниеге келгеннен бастап біздің заманымыз басталады, ал Исаға дейінгі кезеңді, Иисусқа дейінгі кезеңді біздің заманымыздан бұрынғы кезең деп айтамыз. Түсінікті ғой? Яғни мына жерде 21 ғасыр болатын болса, Иса пайғамбар немесе Иисус осыдан примерно 21 ғасыр бұрын дүниеге келген екен. Келесі, қазіргі күнтізбе Қазақстан тарихында қолданылатын біздің жыл санау қалай аталады? Ол Григориан календарі бойынша біз жыл санау жүргізіп жатырмыз. Негізі күнтізбе алғашқы Григориан календарының негізі қаяқтан алады? Бастауы Юлиан күнтізбесінен алады. Юлиан күнтізбесі Юлий Цезарьдің кезінде, яғни Рим императорды біздің заманымыздан бұрынғы 45 жылы енгізілген. И артынан бұл Юлиан күнтізбесіне кім өзгеріс енгізді? Григорий 13-ші Рим папасы өзгеріс енгізген болатын. Себебі Григорийдің кезінде ғалымдар есептеп қарап, ол не істеген? Юлиан күнтізбесінің 10-11 күнге кешігіп келе жатқанын дәлелдеп берген. Сол себепті Григорий 13-ші 1582 жыл 4 қазанда жаңа күнтізбе енгізді. Ол күнтізбе Григориан күнтізбесі деп аталды. Яғни қазіргі таңда нақты күнтізбе, халықаралық күнтізбе, осы Григориан күнтізбесі, ол қашан пайда болған? 16 ғасырда, яғни 1582 жылы пайда болған екен. Оның негізі қай кезеңнен бастау алады? Юлиан күнтізбесінен бастау алады. Бүкіл әлем қазір осы Григориан күнтізбесін қолданады, в том числе біздің Қазақстанды. Енді ғасыр мәселесі, жыл мәселесі, ғасырды қалай жылға айналдырамыз, жылды қалай ғасырға айналдыруға болады? Ол үшін сіздер біліңіздер, балдар, бір ғасырда неше жыл болады? 100 жыл болады. Мысалы алатын болсақ, бірден бастап 100-ші жылға дейін ол қай ғасырға жатады? Бірінші ғасырға жатады. Ғасыр әрдайым Рим цифрасымен белгіленеді. Енді келесі, мысалы алатын болсақ, 100-да бірден бастап 200-ге дейінгі кезең, ол қай кезеңде, қай ғасырға жатады? Екінші ғасырға жатады. Ал 1214 жыл, ол 13-ші ғасырға жатады. Түсінікті ғой? Енді бұны кейбір балдарға босын түсініп алу қиын. Сол себепті мындай ұсыныс жасағым келіп отыр. Бұлай жасауға болады. Қазір мысалы 552 жыл дейік. 552 жыл, 422 жыл дейік, немесе 1212 жыл и 2020 жыл дейік. Мысалы, 552 жылы қай ғасырға жатады? Ол 6-шы ғасырға жатады. 6-шы ғасырға жатады. Бұны қалай білуге болады? Егер қиналатын болсаң, мұны 3-тан балсан ғой, 3-тан балсанның ең бірінші цифрасын ал, 5 па, ғасырға соған плюс 1-ді қосасың, онда ғасыр шығады. 5-ке 1-ді қосқан кезде 6, яғни 6-шы ғасырға жатады. Түсінікті ғой? Дәл солай 422 жыл ол 5-ші ғасырға жатады негізі. Есептей алмасаң, соны 3-тан балсаң ғой, алғашқы бірінші цифрасын аласың, 4, 4-ке 1 қосқанда 5-ті.
яғни бірді қосып отырасың. Енді мынадай төрт таңба алсам, 1212 жыл, ол 13 ғасырға жатады. Бұны қалай есептеуге болады? Қиналып тұрсаң, мысалы, төрт таңба алсаң, алғашқы екі цифрасын аласың да, 12 ғой, 12-ке плюс 1-ді қосасың, 13. Сонда ғасыр 13 ғасыр болып саналады. 2020 жылы алғашқы екі таңбасын аласың, төрт таңба алсаң, яғни 21 ғасыр. 20-ға 21-ді қосқанда 21 шығады. Осылай да есептеуге болады. Проблема емес. Ал жаңағы мысалы болсақ, екі таңба алсаңдарды білесіздер ғой, бір ғасыр боласын, ол бірінші ғасырға жатады. Ғасыр сонымен бір ғасыр 100 жылдан тұрады, және бір ғасырды екі жарты жылдыққа немесе 4 ширекке бөліп қарастыруға болады. Ол қалай? Мысалы, мынау бір ғасыр болса, оны екіге бөліп қарастыруға. Бірінші жарты жылдық, екінші жарты жылдық. Бір ғасырда 100 жыл бар, оны екіге бөліп тайтын болсақ, значит, екі жарты жылдыққа 50 жылдан келеді. Сонымен қатар ғасырды 4 ширекке бөлеміз, яғни бір ғасырда 100 жыл бар, 100 жылды 4-ке бөлетін болсақ, әрбір ширекке неше жылдан келеді? 25 жылдан келеді екен. Бірінші ширекте сонда 1-ден бастап 25-ке дейін, екінші ширекте 26-тан шамамен 50-ге дейін, үшінші ширекте 50-ден 75-ке дейін, төртінші ширек 75-тен 100-ге дейінгі аралықты. Сонда мынаны қараңыздар, бір мысал келтірейін. 1465 жылды ғасырға айналдырайық. Ол 15-ші ғасырды. 15-ші ғасыр. Жағдай қиналатын адамдарға 14 плюс 1 дейсіңдер, сонда 15 шығады. 15-ші ғасырдың нешінші жартысы деген сұраққа жауап бере аламыз. Екінші жартысы, потому что 65-ші жыл деп тұрды. 1465, 15-ші ғасырдың екінші жартысына жатады. Ал ширекке келетін болсақ, ол 15-ші ғасырдың екінші жартысы, нешінші ширегі, мына жерде 65 қай ширекке кіреді, 50-75-ке кіреді, яғни үшінші ширекке кіреді. 15-ші ғасырдың екінші жартысы, үшінші ширегі деп те айтуға болады. Түсінікті ғой? Оқушылар датаны тестте, мысалы алатын болсақ, кейбір даталарды осылай ғасырмен, жартыжылдықпен келген болатын. Сол себепті осыны жақсы меңгеріп алыңыздар. Оп-оңай, қарапайым, ешқандай қиналатындығы жоқ. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау, саламатта болыңыздар.